Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шоколадный чизкейк және де 2 түрлі салмасы бар тарт дайындайтын боламыз. Ең алдымен шоколадный чизкейк дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм печенье қажет, яғни печеньеміз майсыз болуы керек. Блендермен ұсақтап майдалап аламыз. Міне, енді дәл осы печеньенің үстіне 100 грамм сары май ертіп қосамыз. Тағы да бәрін жақсылап араластырып аламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне дайын болған печеньемізді салып, тегістеп, әдемілеп жайып шығамыз. Енді тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 280 грамм шоколад, 100 грамм сары май және де ыстық сливки қосамыз. Міне дәл осылай ертіп аламыз. Ішіне кез келген жаңғақ қоссаңыздар болады. Менде жер жаңғағы. Енді дайын болған шоколад қоспасын құйып, тағы да тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм творожный сыр, 100 грамм қант ұнтағы, 50 грамм сливки қосып, және 20 грамм какао қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Міне біздің шоколадымыз қатты. Енді үстіне әдемілеп креммен безендіріп шығамыз. Міне біздің шоколадный чизкейкіміз дайын болды. Енді тарт дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен қамырын жасап аламыз. 200 грамм сары майға 1 жұмыртқа қосамыз. Және де 100 грамм сұйық май. Және 1 стакан йогурт қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. 100 грамм қант қосып, тағы да араластырамыз. Енді 300 грамм ұнды үстіне қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дәл осы қамырдан 2 тарт шықты менде. Қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді жаю, міне пергамент қағазының үстіне үсіп жайып, форманың үстінен кесіп алсаңыздар өте ыңғайлы. Бірден аудара саласыздар. Пергамент қағазы тез алынады. Ішін тегістеп, жан-жағына әдемілеп, артық қамыры болса, алып тастайсыздар. Енді дайын болған қамырымыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, үстіне горох саласыздар. Ол қамырдың, яғни бір тегіс болып пісуіне әсер етеді. Міне қызарғанша пісіріп алдық. Енді ортасы қызару үшін тағы да 5 минутқа пешке салып аламыз. Дайын болды тартымыз. Сәл суытып алғаннан кейін ішіне вареный сгущенканы саламыз. Жақсылап тегістейміз. Оның үстіне ұсақтап тураған бананымызды қойып шығамыз. Бананның үстіне кез келген крем дайындап, үстіне дәл осылай қойып шықсаңыздар болады. Менде сливки, творожный сыр және де сгущенка, қойытылған сүт. Міне дәл осылай толық кремді жауып шығып, үстінен какаоны себеміз. Бұны банафе пай деп те атайды. Енді келесі бізде алма қосылған тарт болады. Ол үшін 4 алманы жақсылап жуып, осылай үкіштен ұсақтап аламыз. Бөлек ыдысқа салып, үстіне 100 грамм қант қосып,
1 шай қасық корица қосып, баяу отқа газға қойып қоямыз. Қамырымызды дәл бағанағындай етіп, формамызға жақсылап тегістеп салып аламыз. Ішіне дайын болған алма салмасын тегістеп саламыз. Қалған кішкене қамырымызды міне дәл осылай жайып, бірдей етіп кесіп, үстіне қоямыз. Бәрін қойып, артық қамырларын алып тастаймыз да, 180 градуста ысып тұрған пешке жарты сағатқа пісіріп аламыз. Дайын болды, үстіне қант ұнтағын сеуіп қоясыздар. Міне бізде алма салмасы қосылған тарт, және де банафи пай, яғни бұл жерде банан қосылған, және де шоколадный чизкейкіміз дайын болды. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Ас болсын. Көп рахмет.